жақсы Сәке, аман есен. Қандай жоспар бар Сәке, не істейміз енді оны? Осылай қалдырмайтын шығармыз. До конца ештеңе демедік оған. Түгел Алла деген сөзбен жарайды деп үндемедік. Қандай варианттар бар, қандай жоспарлар бар. Мен звондап көрейін ба? Қазір ғана хабарластым да оған. Білмеймін, короче, в общем, ақталып отыр ғой. Анау дейді, мынау дейді. Шамалы болып қалады. Мен әңгіменің бір күн, екі күнде бітіп қалады дейді. Сонымен не істерімді білмей отырмын енді. Қазір тағы хабарласам, сөйлесеміз. Көреміз ғой, не туралы не болатынын. Сәке, ешнәрсе салды отырмын. Әзиз салды отырмын. Брат, мен сені де түсініп тұрмын ше. Қазір хабарласайыншы саған. Алло, ассалаумалейкум. Жақсы, Аллаға шүкір, аман есен. Брат, не болып отыр? Сәй күтіп отырмын ау, шайымен сол жақта ақшам былай шаршатып жіберді мекемелер. Айдың басы осынша ұзатқан соны жинап береміз бір-екісіне деді ғой, қазір сөйлесінші. Бекаға да жазып отырмын. Соны аламын, сразу беріп беремін, Сәке. Маған қашып кетті, жан-жаққа бәрі план бойынша жүріп отыр, күннен кейін жүріп отыр. Ертең 7-сі Сарыағашпен келесіз, уже билетті әкімшілік сатып беріп отыр, 400-500 билеттен жаңағыдай сол стильде. Қазір Мақтаарал кетті, 2 күн 2 жерде, сразу бір күн 2 жерде деген жағдайда олардың билеттен мен беріп қолым сатып отыр. Мынау осы аптадан соңына жинап береміз деп бір-екісіне деп отыр. Бүгін 31 екен ғой, мен бірі деп зорлап қайтарып соны отыр. Ертең мына күн жинап береміз, осы аптадан соңына іште жарап қолды ақшаны салып береміз осылай. Топасамай шығамай, шыға шығамай бәрі. Ертең пәнен қысқаны қоянбай келе деген ол келген соң сөйлесеміз, ақылдасамыз деп сметаны жібердім жаңа. Хабарласыңыз әпсем көзге ренжімеңіз деп жазып жүрген, нені жазып деп тұрады. Сол неяқтан мынандай ғой, балдар маған жазып отыр да бәрі шетінен ше. Енді менікі арзымайын ақша ғой, бірақ все равно немес қой деп отыр да. Бәріне ақша керек қой. Бәрі жұмысына ақысын алып ұрып. Мен алдап айлап жатқан жоқпын, әне істеп жоқпын Сәке. Істемеп қалдым қазір. Құдайлығымда 5 миллион процентке видео жүргізгенше. 15% айына алған. Қазір 10 күн болып кешіп жатқан. Үйдегілер келіп алып кетеміз, үйде айтамыз деп, аңсаға деп. Кәдімгі, былай сақтасын жай, ертең арылы болмаса, телефонның өзі бір жағы жоқ, кететіндей жағдайда тұр. Бірақ ондай емес қой, бәрі жүріп, бәрі татылады. Одан бөлек ана жұмыс істеген мен де қыздар, бәріне беретін дегенім, сол 15-20 мың алатындар бар. Аға деп, кәдімгі телефон танымсыз, аман жоқ жауап беріп ұстап отырмын, барынша сөйтіп, ертең болатын нәрсе болған үйі. Невозможно қалтырап жүріп жасаған. Байлығымда дейші. Сол неяқтан маған да мынандай болып отыр ғой, балдар жазып жатыр да. Сөйтіп айтып жатыр, Сәке, че там не болды, анау мынау. Сонымен мен де қазір ары емес бермес болып тұрмын да.
тұрса сіз түсіндім бізге түсіндім мен қашпаймын деп алға батқан жоқпын күнін кешіктірдім андай оны кешікпеймін ертең 7-8 толды ол бетон ашып сөйтсе құдайым ешкім ержан графиканы айтам ол кезінде оған қарсылық келген мамада женщина болыпты. Мынандай ғой 7-8-9 Чардара, Сарыағаш толық толы өйткен билет алдыға өткенде 2 жылдан кезде басып қойшы ғой құрылға. Ол емес билеттен каналына тарап алымша қазығыр туғаны. Саямен созап ақшы билет алған, кәдімгідей тарап берді көзімше. Олар кеп кино көрді, бірақ соның ақшасын жинап бере алмайды ғой доктор, больница, мектеппен. Айлық аттан бұлай бұндай нәрсе шаршатып жүреді деп жатыр. Қазірге айдың басында күтіңіз ол жақтан соған оқпай қалса деп береміз деп бәрі айтып отыр. Ол жақта сол ақша бәрі тұрды. Шаянда 400 билет тұрды, 600 мың теңге. Мен оған айтымда бүйтіп айттым, мен шешесі кейін 500 мың турлап берші, сол саттан соғылмайтын болса да ағаш енді 100 мың керек емес дедім ше. Әйтеуір көп тез осыншы деп. Созап 285 билет деп, анау бір 15 билеттің ақшасын бір салды, 10 билеттің ақшасын бір салды, қалған 260 билет сол үйде қойып шоқта. Ол жаға мың жанынан қойғанбыз, Сараға Асет Сайбетсайын ғане мың теңгеден деп. Ауыр орайым мың жағы. Болыпты. Түнде бағым. Мен де түсініп тұрмын ше, мен яқта балдарды түсініп тұрмын, олар да қандап қояды ғой 15 мың суға. Бұндай да болмайды ғой, аттап басамайды. Жоқ, түсініп тұрмын, брат сен. Болыпты, мақұл, жақсы. Сәке міні деп, беке міні деп, қатеп 100-ден аттып бейнесен деп, кәдімгідей тоқталып тұршы, сәке. Это бұл невозможно oldu. Беке ренжімейіңіз одан кейін маған деп жазып жүр, не түсінбедім соны. Ренжімейім мұқты, бері запись жазып деп, сіз онда қалсыңдар, жіберіп көрмедім. Бекаға жазып берем, бека братан әуелі алға деп жүр қорақ дегенмен осындай болып жатыр енді. Айыр баршы, бұнда бір берекесі баршы. Мүмкін. Егерге отқан жоқ қой. Болыпты, жақсы. Бұндай қиындық болып жатқанына қуанып жатырмын сәке. Бұл құраптарда өтіп кетеді ғой. Анау жоба қолданып кетеді ғой Алла қаласа. Мен жібердім Алла қаласа. Бұл жақта бір өзі істетпеймін ғой. Болыпты, жарайды. Болды сәке. Үйдемін сәке. Жақсы. Сәке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қаламатсыз ба? Сәкен асыл деген хабарласпай жатыр, вообще звондасақ көтерілмей жатыр. Короче, былай қылайық та киносын бір неге сатып жіберейік та. Бір каналға ма, болмайтын ақша, өзіміз ақша шығарып сатып жасайық та. Вот что-то ақшасын берген ниет жоқ бар ғой. Уағалейкум ассалам. Бека брат, қалайсың? Қалай жағдай, денсаулық қалай? Нышан әлі. Брат, Денис Квадрат. Мен қазір ғана сөйлестім ше. Осы 1-2 күнде ұйымдастырам. Кемі 7-сі деп отыр әйтеуір. 7-сіне точно ақша түседі деп отыр ғой бір жақтан. Мен қазір ғана сөйлесіп, қазір ғана айып түсіндірімше, мен де түсініп тұрмын сендерді ғой. Блин, яқта мен армиси берін соқ қалды. В общем, қазір саған хабарласам деп отқан тұғын. Ассалаумағалейкум. Че там, брат, не болып отыр? Бірінші күн өтіп отыр, ертең екінші күн ба? Бүгін ба или ертең ұйымдастырасың ба? Бүгін ұйымдастырамысың, бүгін. 40 мың теңге деген ол ше қатты ауыр нәрсе емес қой негізі. Тауып берсең, тауып бер, тауып бермесең айтты. Ерте 2 күн деп 2 күнге мен жоспарлап қоямын ғой, мысалы бүгінге или ертеңге бір нәрсеге жаратамын оны деп ше.
Ассалаумағалейкум. Қалайсың, қалай жат, денсаулық қалай? Чина, не жаңалық? Ақша не болып отыр? 900 мың теңгені 95 мың теңгеден 10 рет бөліп берсең, уже құтылып қоятын уақыт болды ше негізі. Әңгімені айтшы, мынандай болып отыр деп ше. Ассалаумағалейкум, Джамбо, қалайсың? Қалай жағдай? Че там, лимит әлі ашылмай жатыр ма? Или лимитте ақша таусылып қалды ма? Че там, не болып отыр? Бір хабарын берсей, бауырым. Жамбом. Жумбо. Қайраң өмір. Тоздырасың осылай. Біреуіне қарыз болсаң, біреуі саған қарыз. Өмір. Прекрасно. И, как я понял, ты у нас чудо-электро. Ой, и ты. Вот тебя я тут увидеть не ожидал. Думал, ты давно списанный хер. Повтори. Пенсионер, говорю. Я хоть и в пустоту, но не пытаюсь нарваться на отмену. Ты меня бесишь. Все так говорят.